Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бас адым Қазгидромет алдағы 7 күнге арналған ауа райы болжамын жариялады. 2024 жылы 23-29 наурыз аралығында Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райының тұрақты сипаты сақталады. Жаңбыр, тұман, желдің күшеюі болжанып отыр. 26 наурызда Қазақстанның батысында Батыс Қазақстан, Атырау, 26-27 наурызда солтүстік батыста Ақтөбе, Қостанай, 23-26-28 наурызда республиканың оңтүстігінде Түркістан облысы, 28-29 наурызда еліміздің оңтүстік шығысында Жамбыл, Алматы, Жетісу облыстары қатты жаңбыр жауады деп күтіледі. Қазақстанның барлық аумағында ауа температурасы жылынады деп күтіледі. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.